Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге хит орамалды тоқып бастаймыз. Яғни бізге жіп қажет болады. Кез келген ақ жіпте 100 грамда 350 метрлік, 400 метрлік жіптерді алсаңыздар болады. Немесе осы ярнарттың виолет жібін алсаңыздар болады. Ең жақсы әрі ең әдемі шығаратын жіптердің бірі осы жіп. Және бізге бусинке қажет. Поджемчик 6 миллиметрлік. Одан бөлек сіздерге қазір тоқу барысында осы моншағымызды қоюдың екі түрін көрсетемін. Ол бір түрінде ине қажет, ал біреуінде 0,75 немесе 0,5 размердегі крючок қажет. Бірақ менде ол крючок болмағандықтан сіздерге қазір мынау вышивка тігетін крючокпен көрсететін боламын. Бірінші бастаймыз. Бірінші әдісті көрсету үшін ол міндетті түрде алдын ала сіздер моншақтарыңызды артығымен жібіңізге өткізіп аласыздар. Сөйтіп моншақты жылжыту арқылы тоқып отыра бересіздер. Яғни жіпке инеңізбен моншақтарды тізіп аламыз. Мен кішкене бөлігін өткіздім. Яғни сіздер егер полный осы әдіспен өткіземін десеңіздер, онда нақты санын айта алмаймын, қанша моншақ керек екенін, бірақ біразын өткізесіздер. Жібімізді былай ағытып аламыз. Қоя тұрайын. Әр тоққан кезде былай жіпті сырғытып отырамыз. Бас жағына. Қазір бастаймыз. Екінші әдісті ол тоқу барысында моншақты кіргізеді, узорымызға қосамыз, оны тоқу барысында көрсететін боламын. Бірінші крючогымызға іліп аламыз. Бастап білмейтін қыздарға бір көрсетейін. Жібімізді айналдырып, осылай қоямыз да. Осы кольцоның ішінен бүйтіп шығарып аламыз. Алты бос илмек аламыз. Біреу, екеу, үшеу, 4, 5, 6. Сөйтіп кольцо жасаймыз. Яғни бұл жылжымайтын кольцо жасаймыз. Бірінші іліп алған илмекке кіргізіп, сол жермен сұқ саусақтағы жібімізді ілеміз де, осы негізгі илмектен өткізіп біріктіреміз. Бізде кольцо пайда болды. Биіктікке 3 илмек тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Накид жасаймыз. Яғни крючокқа осылай жіпті бір орап алғанымыз накид деп аталады. Одан кейін мына кольцоның ортасынан жіпті былай айналдырып ұстап отырсаңыздар болады. Сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз. Накидпен бірге бір тоқимыз. Негізгі илмегімізбен бір тоқимыз. Яғни столбик с одним накидом біреу тоқыдық. Біздің биіктікке алғанымызбен екі столбик с одним накидом болады. Екі воздушный, яғни бос илмек аламыз. Біреу, екеу алдық. Тағы накид жасаймыз. Кольцоның ішінен, илмектен емес, тура кольцоның ортасынан, бірінші қатарда кольцоның ортасынан алынады. Кольцоның ортасынан екі столбик с одним накидом тоқимыз. Біреу, накид жасаймыз. Сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз. Накидпен бір,
негізгі ілмекпен 1 тоқимыз. Міне 2 столбик с одним накидом шықты. 2 бос ілмек аламыз, воздушный петля. Сосын 2 столбик с одним накидом тағы тоқимыз. 1, 2. Міне бізде бірінші қатар бітті. Осылай дөңгеленіп бірінші қатарымыз шығады. Қараңыздар. Енді екінші қатарды бастаймыз. Биіктікке 3 ілмек аламыз. 1, 2, 3. Айналдырамыз. Одан кейін накид жасаймыз да, мына бірінші аркамыз бар ғой біздің. Сол бірінші аркадан 2 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2. Мына әдістің бір ыңғайсыздығы осындай жылыстап қайта-қайта отыру керек. Шықты. 2 столбик с одним накидом тоқыдық. 2 воздушный петля, бос ілмек 1, 2. Одан соң тағы осы мына бірінші аркамыз, жаңа біз тоққан жеріміз бар ғой, тура осы жерден қайтадан 2 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2. 2 воздушный петля, 1, 2 бос ілмек алдық. Одан кейін енді біз моншағымызды ілеміз. 2 бос ілмек алдық. Мына жерде мен қазір бірінші әдісті көрсетейін. Осылай өткізіп алсаңыздар, сразу былай бір моншақты әкелесіздер. Мына жерден әшейін жібімізді негізгі ілмектен былай өткізе саласыздар. Сол кезде міне бір моншақ ілінді. Көрдіңіздер ме? Содан соң 2 бос ілмек аламыз. 1, 2. Накид жасаймыз. Келесі аркадан 2 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2. 2 тоқыдым. 2 бос ілмек аламыз. 1, 2. Тағы осы аркадан 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Міне бізде екінші қатар аяқталды. Үшінші қатарды бастаймыз. 1, 2, 3. Мына жерде біз бастаған бірінші қатарымызға маркер қойып қойсақ болады. Ең бірінші қатарымыз ғой. Маркер немесе басқа түстегі маркер болмаса, басқа түстегі жіпті қойып қойсаңыздар болады. Міне біз бірінші қатар бұлай бастадық, екінші қатар бұлай тоқыдық, енді үшінші қатарды бастаймыз. Бізде тақ қатар оң жағына түседі, жұп қатар теріс жағын тоқимыз орамалдан. 3 биіктікке алдық, накид жасаймыз. 2 столбик с одним накидом міне бірінші аркадан тоқимыз. Үшінші қатарда міне 1, 2. 2 тоқыдық, 2 бос ілмек, 2 столбик с одним накидом. Яғни осы әрекетті жақсылап есте сақтап алсаңыздар болады. Себебі бұл жиегі болғандықтан, жиегі тегіс әдемі шығу үшін осы әрекет үздіксіз қайталанады. Яғни басында және соңында. Айтам. Басында және соңында 2 столбик с одним накидом, 2 бос ілмек, 2 столбик с одним накидом. Яғни бұл элемент деп аталынады. Осындай жиегі ешқандай өзгеріссіз басталған кезде осылай басталады. Және аяқтайтын қатарымызды осылай аяқтаймыз. Ортасында узор шығара береміз. Енді біз узор шығаратын қатарымызды
3 осы элементтен кейін 3 бос илмек аламыз. 1, 2, 3. Енді накид жасаймыз. Мына моншағымыздың тура өткізген жері бар ғой. Сол жерден 5 столбик с одним накидом тоқимыз. Мына моншақты басып тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. Тура моншақтың үстіндегі жіптен алдық. Моншақтың жан-жағында артық жіп қалмады. Осыны 5 тоқыдық. Міне. Енді 3 бос ilmek. Одан кейін жаңағы элементімізді қайталаймыз. Накид жасаймыз. Бірінші аркамыздан 2 столбик без накид тоқимыз. 1, 2. 2 бос ilmek. 1, 2. 2 столбик с одним накидом. 1, 2. Mana. Көрдіңіздер ме? Бізде узор жайлап шыға бастады. Енді келесі қатарымызды бастаймыз. 3 ilmek биіктікке аламыз. 1, 2, 3. Айналдырамыз. Элементімізді қайталаймыз, яғни 2 ilmek столбик с одним накидом. 1, 2. 2 бос ilmek. 1, 2. 2 столбик с одним накидом тағы. Енді мына қараңыздар, бұл біздің теріс жағымыз, е. Мына оң жағында мына ракушка шығаратын кезде біз мына ортасынан 3 воздушный аламыз. Ал теріс қоятын кезде, моншақ илетін кезімізде қатарымызда 2 воздушный аламыз мына элементтен кейін. 1, 2. 2 воздушный ilmek алдық. Енді егер мына әдіспен не қылсаңыздар, жаңағыдай моншағымызды іліп алып өткізе береміз. Егер бұл әдіс жоқ, кәдімгі моншақты бөлек илетін кезде бұлай жасаймыз. Күчоғымызға өткізіп аламыз. Мына жібімізді іліп алдық. Басқа размерде күчөкпен аласыздар, себебі мына екінші размердің тесігіне сыймайды моншақтың. Міне, іліп алдық қой. Осы іліп алған жібімізді мына негізгі ilmектен бұлай өткізе саламыз сразу. И одан кейін 2 бос ilmek аламыз. Мына жердегі 2 бос ilmегімізді ары қарай жалғастырамыз. Біреу, 2. Содан соң 2 бос ilmek алдық. Енді мына жерде 5 ракушкамыз бар ғой. Осының үстінен 5 столбик без накид тоқимыз. Тура әр қайсының төбесінен столбик без накид тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. 2
2 бос илмек, 1, 2. Тағы жібімізді аламыз, моншақ ілеміз. Мұны қараңыздар. Моншақ ілгенде осылай, егер мынандай жіпке өткізіп алмасаңыздар, осы мына екінші әдіс бойынша жеке-жеке моншақты өткізіп отырасыздар. Бұлай өткізіп аласыздар. Жіңішке күрчегімізге моншақты аламыз. Жіпті өткіземіз. Немесе сразу ортасынан бұлай өткізіп жіберсеңіздер де болады. Бұлайша. Сіздерге түсінікті болу үшін мен жеке-жеке көрсетіп жатырмын. Мынау біздің негізгі ілмек, оны бұлай қойып қоямыз. Күрчекпен мынаны өткізіп алдық. Қайтадан өзіміздің тоқылатқан күрчегімізді алып, осы қараңыздар, мына жерде бұлай бір тоқып жүрмеңіздер. Бұлай тоқудың қажеті жоқ. Ішінен шыққан жіпті сразу өткіземіз негізгі ілмектен. Одан кейін 2 бос илмек аламыз. 1, 2. Содан соң элементімізді қайталаймыз. 1, 2 столбик безini с одним накидом, 2 бос илмек, 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Mana бізде 4-ші қатар бітті. Байқасаңыздар, қараңыздар. Бізде бірінші қатарда бір моншақ, екінші қатарда ракушка узорымызды шығардық. Үшінші қатарда қайтадан екі моншаққа көбейтіп, орамалымыз бітіп жайылып қосылып жатыр. Бесінші қатарды бастаймыз. 3 ilmek биіктікке аламыз. Элементімізді қайталаймыз. 1, 2. 2 бос ilmek. 2 столбик с одним накидом. 1, 2. Енді міне бізде узор шығаратын қатар. Ол үшін мына элементтен кейін 3 бос ilmek аламыз. 1, 2, 3. Накид жасаймыз. Міне қараңыздар. Бізде бағананы біріншіне де автоматты түрде 1 ilmek болды, осыған ғана кіргіздік. Енді мына жерде қараңыздар, моншақты айналып жүрген 3 жіп бар. Көрдіңіздер ме? Жақындатып көрсетейін. Мына жіп бар, мына жіп бар, мына жіп бар. Осы 3 жіпті бірге біріктіріп ұстап аласыздар. Кішкене қиындау. Міне 3 жіптен өткізіп, осының ішінен іліп аламыз. Накидіміз. Накид жасаймыз. Моншақтың айналасында жүрген 3 жіпті алдым. Байқаңыз. Моншақтың жанында ешқандай жіп қалмау керек. Егер жаңағы екінші әдіспен моншақтарыңызды ілетін болсаңыздар. 2, 5-еуін тоқимыз осы жерден. 3, 4, 5. 3 бос ilmek аламыз. 1, 2, 3. Міне біздің узорымыз шығып жатыр, көрдіңіздер ме? 3-еуін алдық. Енді қараңыздар, мына жерде біз бағана
5 столбик без накидті оқыдық қой. Енді осы бесеудің үшеуін ғана тоқимыз. Біріншісін қалдырып кетеміз. Ең соңғысын қалдырамыз. Ортадағы 3 ілмекті тоқимыз. Яғни қараңыздар. Ракушкамыздың 5 ілмегі бар ғой. Жерде 1, 2, 3, 4, 5. Бірінші ілмекті тоқымаймыз. Екінші ілмектен бастап 3 ілмек тоқимыз. Столбик без накид. Жай қарапайым ілмек. 1, 2, 3. Міне, бірінші және соңғы ілмектер тоқылмады ракушканың үстіндегі. Тағы биіктікке бос 3 ілмек аламыз. 1, 2, 3. Накид жасаймыз. Міне, моншағымыздың барлық айналасындағы барлық жіпті аламыз. Бұлай айналдырып. Міне, 3 жіптен өткізіп алдық. 1, 5 тоқимыз осы жерден. 2, 3, 4, 5. Міне 5 столбик с одним накидом тоқыдық. 3 ілмек биіктік бос ілмек аламыз. 2, 3. Мұны көрдіңіздер ғой. Біз ракушка жасайтын қатарымызда 3 ілмектен аламыз. Ал жай ғана моншақ өткізетін қатарда 2 ілмектен аламыз. Накид жасап, мына соңғы элементті қайталаймыз. Яғни 2 столбик. С одним накидом. 2 воздушный, 2 бос ілмек. Және 2 столбик с одним накидом. Байқасаңыздар, бізде қатардың басында және соңында осы әрекет қайталанып жатыр. Біздің бұл қатарымыз аяқталды.